Сәлем оқушым. Біз бүгін сендермен бірге мынау ағаш білеуіші мен партаның арасындағы үйкеліс коэффициентін анықтайтын боламыз. Ол үшін бізге міне ағаш білеуіші керек болады және динамометр керек болады. Ең алдымен динамометрдің көмегімен, яғни бұл тараздың да рөлін атқарады. Мынау ағаш білеуішенің массасын анықтаймыз. Ол бізде шамамен 80 граммға тең екен. Енді осы ағаш білеуішені партаның бетімен бір қалыпты сүретін боламыз. Бұл жерде бір қалыпты екеніне тағы да мән береміз, яғни үдеу болмауы керек. Осы жердегі мынау динамометрдің көрсетуін анықтап аламыз. Мен міне бір қалыпты сүреймін. Бұл бізде шамамен 0,2 ньютонға тең екен. Енді ағаш білеуіші мен партаның арасындағы үйкеліс коэффициентті міне былай анықтаймыз. Ағаш білеуішенің массасы М тең 0,108 килограмм болды. Бізде G белгілі, әрине еркін сөйлеу 10 метр секунд квадрат. Тарту күші бізде 0,2 ньютонға тең, табу керек мюді. Енді бізде бұл жерде тарту күші үйкеліс күшіне тең екенін ескереміз. Себебі біз білеуішені бір қалыпты тарттық. Осы жерден тарту күші тең үйкеліс күші. Енді үйкеліс күшінің формасы бізде мю n. N дегеніміз терек реакция күші. Біздің жағдайда n бұл ауырлық күшіне, яғни mg-ға тең болады. Және осы жерден мюді табатын болсақ, сонда үйкеліс күші бөлінген n болады. Яғни үйкеліс күші 0,2 ньютон, 0,2 ньютон, ал ауырлық күші бізде mg, ол бізде 0,8 ньютонға тең болды. Сонда 0,2-ні 0,8-ге бөлетін болсақ, шамамен 0,125-ке тең болды. Физика жайында пайдалы ақпаратты ең алғашқы болып білгің келсе, біздің парақшаға тіркеліп кет.